Қыз Самза, неменеге ақша сұрағансың тағы? Не болды, тыныштық па? Ақша сұрасаң қорға беретін болдық қой сенен. Бәле қалай жағдайың? Ойбай, шай ішіп отырмын. Қасқа сүт жоқ, қызыл шай. Үй деген общежитие. Ай, анау базардағы бүкіл квартирадан қуып шыққан қазақтарды үйге кіргізіп алдық қой қасқа. Тұра беріңдер осы жерде, тұра беріңдер дедім. Тегін тұра беріңдер дедім. Продуктан қалған құтқанымның бәрін сол жерге алып барамын, тамақ ішеміз, апыр-шапыр болып. Ойбай, бәріміз араласып қалдық кәдімгідей бір үйдің адамдары ұстап ше. Өйтпесең Замза боласың ба сен? Ну, конечно. Аласыңдар қыздар екен. Блин, бізді де орыстар қаптап жатыр. Ойбай, ана Валяны айтсай, Валя. Қасқа Валяны квартирадан қуып жіберген ғой. Ана орыстар тұрады деп ше. Ол жүр, қасқа ана орыстармен қырылып жатыр. Россиядан келген орыстармен қырылып жүр Валя. Сөйтсе ана орыстар айтып қойды, сен жаңағы олар екі есе төлеп жатыр ғой. Сөйтіп Валя айтады, басыма бәле болдыңдар, кетіңдер ресейлеріңе дейді. Сен де орыссың ғой десе, мен қазақпын дейді. Қасқа алдына месіне орыспын деп жазып апты. Ана жүр біздің үйге кіре берсейші деп жаңағы. Ана ақша сұраған себебім Қырғызстанға ма бір жаққа барып тілін әкелсем деп жатырмын. Ана бая қатындармен еріп ше. Ойбай, ана орыстар қырғызға не болса соны қып-қызыл ақшаға алып жатыр ғой. Қып-қызыл ақшаға алып жатыр. Ойбай, киімін алып келгені бар, алып келмегені бар, біреулер қасқа бір трико бір нәрсемен шыға салғандар бар екен. Соған ана біздің базардағылар аузына келген бағаны айту. Ойбай, киім деген қатты түсіп жатыр, қазір продукт емес. Сендерді айдым. Мына орыстарың деген бетіне қарап жатқан жоқ. Ойбай, қайта біздің қазақтар ана аяп әлде ше. Өзінің бағасына беріп, білекеу қалған киімдерді беріп жіберіп, кие беріңіз болсын деп орыстарды айып жатса ше. Ана орыстарды пайдаланып жатқан. Ойбай, қымбат сатып жатыр ғой. Өзінің сатып жатқан бағасынан орыстарға қымбат сатып жатыр ғой. Өзі үшін алады деп ше. Қошына продуктын сатпаймын деп шештім. Ләйла, ойлай қалай ойлайсыңдар? Сөйтіп орыстарға киім сатып, орыстарды киіндірейін деп едім. Айналайын, орыстарды киіндірмей-ақ, қазақтарды тойдырып жүре берші. Уайымдамай-ақ қой. Қошын қымбат сатпаймын, өзінің бағасына сатсам да ше. Ақшаны орыстар байқы қаңғырып қашанғы жүреді дейсің, ертең кетеді ғой қайтадан. Ойбай, осы жерде жаңа Қазақстан үшін соғыс болады деші. Бірінші тайып қалады, народ мой, земля мой деп. Соғысқа енді солар кетпей тұрған кезде ақша істеп алайын да дегенім ғой. Сен бая бірінші рет барған кезде есіңде ма? Қырғызстаннан товар алып келем деп, помнишь? Приключение болып. Қашан? Ойбай, есіңде ма сол? Ойла, есіңде ма? Ойбай, сен Ләйла қалай естімедің? Естімей қалдың ба не? Есіңде жауа, сен естігенсің ғой, білесің. Ана сауданы жаңадан бастаған кезім ғой. Индираға, жаңағы Гүлжанарға еріп, ойбай, Қырғызстанға Дордойға барып киім сататын болдым ғой мен. Сен ең болсана балашаға майда ғой ол кезде. Солардың жаңағы құдай түрсей мәйкісі бар. Жаңағы қалат, жаңағы триколары бар, короче, үстіне қалған көп болса киеміз деп Дордойға баратын болдым ғой, қыздар, қатындарға еріп базардағы. Содан шетелге баратындай дайындалдым ғой, жаңағы өзінің заңдары бар екен коммерсанттардың ол кезде. Долларды бөлек, сомды бөлек, ақшаларды бөлек-бөлек қойып қояды екен. Жолға жаңағы жұмсайтын бөлек деген сияқты. Оны капроновый колготкидің мына сирағына салып белімізге байлап алғанбыз. Ұрылар бар екен. Жолда жуликтер бірдеңелер бар дейді енді. Капрон колготкидің сирағына ұзын қылып салып, оны белімізге байлап сыртынан қабаттап киіп алғанбыз. Қой, не керек? Сонымен шықтық жаңа Қырғызстанға. Ойбай, алдынан алып апты, қақ алдынан. Мен қорқам ғой, жолды көріп отырғаннан. Сонымен неге шаршап қалған, ұйықтап кеткен ғой жолда. Сөйтіп бір кезде ойбай, қиран сақыр сұқырда оянып кеттім. Оянып кетсем, автобус былай қисайып бара жатыр ғой. Ойбай, авария дедім. Ойбай, кеттік деп жаныма қарап қалсам, қасқа ана водительмен қасындағы екеуі ұйықтап жатыр. Ойбай, мен қойымды бағып келген адам құсап, малымды бағып келген құсап, қаннен қаперсіз бір-бірінің иығына сүйеніп ұйықтап жатыр ғой. Ұйықтап кеткен ғой, водитель ұйықтап кеткен ғой. Ойбай, жан даусым шықты. Ана еще жанардың басынан аттап-пыттап өтіп жаңа жігітті жұқламаймын ба? Әй, тұр. Ойбай, авария болып жатырмыз, ұйықтап жатқан емес. Айдасай деп жаңағыны тоқпақтап төмпелеп жатырмын. Сөйтсем ана жанар бірдеңе деп жатыр. Оған қарап жатқан жоқпын. Әй, тұр деймін. Тұрсай деп. Бір кезде ызы-шу светті жағып автобустың іші жаңағы айра-жайра жұрттың бәрі аң-таң. Сөйтсем жанар тұр, көзі бақырайып. Жаңа кісі айтады. Бұл деген екінші этаж ғой, водитель астында ғой дейді. Қасқа. Сөйтсем ұмытып кетіппін, ана қасқа екі этажды автобус екен ғой. Ойбай, екі этажды автобусты бірінші рет көруім ғой, қайдан білейін. Сонымен ызы-шу ана жерде. Сенше самолетқа да мінбей қой, автобусқа да мінбей қой, сен жаяу жүрші. Или Ғалымжан Жезденің машинасынан басқа мінбес сен. Ана водитель екен деп ойладым. Бәсі бейғам ұйықтап жатыр. Содан қойшы, не керек, жаңа базарға келдік қой. Сөйтіп базарға келіп, ойбай, осы сериямен түсін бердім. Өзімнің азғандай ақшама жаңағы немді алдым. Ойбай, содан қарным ашып кеткен ғой. Қасқа аналар жүрмейді екен, қарындар ашпайды екен. Ойбай, аузым жеп жалмаңдап қалған қасқа қарным ашып кетті дедім, айналайын. Ай, бір жерге барып тамақтанайық та десем, кешке бірақ тамақтанамыз дейді. Ай, мен өлем дедім, қасқа өлем. Сөйтіп жаңа не керек, өздерінің тамақтанып жүретін бір жері бар екен, соны көрсетті жаңа жанар ше. Сөйтіп сол жерге бардық. Қасқа сөйтіп келдім ба, жер екен. Бір жер екен, сөйтіп ішіне кірейін деп жатсам,
күн деген жаңағы күздің басталып жатқан кезі ғой, как раз күн суытып жатқан. Күн деген лай жаңағы жер деген жаңбыр жауып тұрған ғой. Сөйтіп жаңа үйге кірейін деп, кафесіне кірейін деп қалсам, есіктің алдына бірдеңе жазып қойыпты қасқа. Сөйтіп оны оқыдым да, әй осы бірдеңені білдірем ау, әлі де дұрыс түсініп тұрған жоқпын ау деп ойладым өзім. Сөйтіп уточнить етіп алайын деп жаңағы қызды сұрадым, ішіне бір аштан бір қыз келеді. Әй мынау нағыл деп тұр десем, ойбай әже жаңағы бұтыңызды шешіңіз дейді. Бұтыңызды шешіңіз, я жуып кіріңіз дейді. Қасқа бұтты, енді шешпейсің ғой енді. Қой жуайын дедім. Сөйтіп жаңағы қайтадан туалет іздеп кеттім жайыма. Сөйтіп төртте бар енді ойладым өзім, енді бір халал астана екен деп ойладым енді. Бір халал кафе шығарып қойсын, дәрет алып келу керек шығар деп ойлап, қасқа базардың ішіне кіріп, туалетке кіріп, жаңағы дәретімді алып келсем, қара кіргізбейді. Қасқаны бұтыңызды шешіңіз онда дейді. Ай, бұт шешкенсіз, қасқа дәрет алып келдім ғой деп. сөйтсем қасқа бұт деп жүргендері жаңа аяқ киім екен ғой. Аяқ киімді жу деген екен ғой. Қайттан білген қасқа. Бұтымды жуып жайына кеткен ғой. Елдері мақтадай жүр алмаймыз мақтамай, тіл көзіңнен сақтағай. Гүл әпшем ау гүл әпше, бақытты бол жүр әпше.